бұйымтай сұрау деген нәрсе бар. Естігендеріңіз бар ма мысалға? Қазақта бұйымтай сұрау, біреуден бір қолқа айту, біреуге бір қандай да бір ісің түсіп, соған бір ақпарат жеткізу деген сияқты нәрсе бар. Мүмкін ол қыз айттыру шығар, мүмкін ол бір қарыз сұрау шығар, мүмкін қандай да бір даудамайға ортаға жүріңіз, сол мәселені шешіп беруіңіз деген бір өтініш шығар. Міне, Абай жолын оқысаңыз да, кешегі біздің тарихи тұлғаларымыздың жырдастандарын оқысаңыз да, немесе қазақ ертегілерін оқысаңыз да, осы нәрсені байқайсыз. Былай дейді: бәленшеден бұйымтай сұрайын деп, түгеншенің үйіне бәленше келді дейді. Содан ал ассалаумағалейкум, айта бер, не әңгімемен келдің деп басталған қазақтың әңгімесі болмаған. Кеп қалдыңыз деп, қазанға ас салынды дейді. Отырды, орнықты, қал жағдай сұрасты, ол жақтың жаңалығын айтты, бұл жақтың жаңалығын айтты. Сосын қоныңыз деп төрге төсек салды, ол қонды, таңертең тұрды, сүт қатқан керемет шайын берді, дем алдырды. Содан кейін барып, жол жүрейін деп отқан кезде, қандай бұйымтайыңыз бар деп сұрады дейді. Осының бәрі не үшін? Қазіргі жастардан сұрасаң, дені сау ма, сұрай салмай ма, оны келді да, осындай шаруа айтасаңыз деп, ана айта салмай ма? Оны қондырып, оған тамақ беріп, оның бір күн уақытын кетіріп, соның бәрі не үшін сол әуре деп адам айтуы мүмкін да? Керісінше, соның барлығы ақпаратты адам дұрыс жеткізіп, келесі тарап ақпаратты дұрыс қабылдау үшін болғанда сол процедураның барлығы. Мүмкін адам ашумен, қызбамен, жолдан келген ет қызулықпен бір нәрсені дұрыс айтпауы мүмкін. Келген шаруа шешілмеуі мүмкін. Немесе ренжітіп алуы мүмкін. Немесе анау адам ана хабарға оқыс жауап берем деп асығыс өзі айтпайым деген бір қате жауапты айтып қойы мүмкін. Сөйтіп ел арасы бұзылуы мүмкін. Жекжаттардың арасына сызат түсуі мүмкін. Келген адам өкпелеп кетуі мүмкін. Бір ақпаратты жеткізу үшін, келесі адам оған жауап беру үшін, ортада осындай сіз біздескен, бір-біріне сіңіскен, жағдайдан толық хабардар болған, кейбір естен шығып кеткен, бір-бірінің қасиетін қайтадан қаперге түсірген, осыншама бір уақыт өткізетін. Содан кейін ғана барып, ал бұйымтай айтыңыз дегенде, мүмкін ол айтайын деп келген нәрсесін айтудың қажет емес екенін білуі мүмкін да. Түкке тұрмайтын нәрсе екен ғой, оны немене үшін мен айтайын деп отырмын деп, жоқ, ешқандай бұйымтайым жоқ, амандықтарыңызды білейін деп едім деп аттанып кетуі мүмкін да. Сонда қазақ бір-біріменен қарым-қатынасы кемел дәрежеде болу үшін, сыйластық деген жүздеген жылдарға созылу үшін, бір-біріменен сондай шынайы қадірі қасиетін ет жүрегі елжіреп еске алу үшін, бір-бірінің көңіліне осылай қараған ғой. Абай атамыз айтады: бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзің тосып, біріңді бірің ғиззат құрмет тұтқын тұрғандай, бейне қорқып жаның шошып дейді. Бір бастықтың алдынан бір мәселемін шешем деп барсаң, қалай барасың? Оның приемнийінде күтіп отқанда, ана жерде камера тұрса, бастық көріп отыр, қазір сіздің келгеніңізді көріп отыр десе, сен не істейсің? Осы бір әдепті адамның керемет бейнесіне кіріп, тып-тыныш, сабырлы қалыпта бір байыпты адам болып отырасың ғой. Сосын кіресің. Ассалаумағалейкум, осындай шаруам бар еді. Бүкіл қаперің сода, тіптен кіріп шыққанда оның кабинеті қанша шаршы метр екенін, кабинетінде қай жерде не тұрғанын да білмеуің мүмкін да. Неге? Соншалықты мән бердік бір шаруамыз шешілу үшін. Ал біз бір-бірімізге қымбат адамдарымыз. Біз ойлағандай уақыт өмір өте ұзын емес. Ақсақалдар айтады: 5 күн жалған дейді. Дүниеге келдің, сәби кезің, жасөспірім кезің, ер жеткен кезің, ел ағасы болған кезің, қартайған кезің. 5-ақ күн дейді. Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бір 5 күннің орны жоқ апты қарға. Қай қызығы татиды қу өмірдің, тату дараз жақынды жатқыларға дейді. Абай атамыздың өлеңі. Сонда қарап отырсақ, сол қазақтағы сол қасиеттер бар ғой бағанағы. Өтте үлкен біздің бір-бірімізбенен жақсы қарым-қатынаста болуымызға, үлкеннің үлгісін сіңіруге, жастарға жақсы ғибратты тәрбие беруге себеп болатын қарым-қатынастың түрі екен да.